Сәлем достар, мен бұл видеода ұбт-ға қалай дайындалдым, ұбт қалай болды, сол туралы айтпақпын. Мен ұбт-ға дайындықты 10 сыныпты аяқтағаннан кейін жазда бастаған едім. Мен ол уақытта кесте құрған едім. Таңертең 8-де тұрамын, одан кейін бүйтемін, одан кейін былай жасаймын, мынандай сабақтарды мынандай күндері оқимын деп. Және адам менің ойымша тыңғылықты дайындалған дұрыс. Мен сол кезде кәдімгідей барлық күшін салған едім. Жалпы өте жақсы дайындалған едім. Бірақ менде күніне сағатына бір 2-3 сағатқа дайындалатын едім. Бұл өте аз уақыт. Меніңше аз. Одан кейін мен бірақ ол уақытта ескі формат бойынша дайындалған едім. Одан кейін жаңа форматты естідік. Жаңа формат естігеннен кейін оның ішінде менің қосымша пәнім биохимия болатын болды. Одан кейін химияға да дайындалу керек болды. Маған химия қатты ұнамайтын еді. Сондықтан маған қиындық туғызды химия пәні. Қазір одан кейін мен барлық сыныптың кітаптарын алдым. Мен жазда шың бойынша дайындалған едім. Тарихтан шың бойынша дайындалған едім. Және менің айтарым қайталап тұру қажет. Қайталаған дұрыс, өткені қайталамасаң сен ұмытып қаласың. Мен мысалға жазда оқығанымды көбісін мысалға ұмытып қалдым. Оқу басталғаннан кейін басталды, мен дұрыс қайталамайтын едім. Тек оқимын, одан кейін шамалы күннен кейін қайталаймын, болды. Одан кейін тек анкидроид бойынша арасында ғана қарап қоятын едім. Бірақ қайталаған дұрыс. Қайталасаң сен есіңде жақсы сақталады. Одан кейін мен түсқайта дайындалатын едім көбінесе. Түсқайта 4-терден бастап 6-ға шейін, одан кейін шамалы кешке таман шамалы уақыт дайындалатын едім. Уақытым солай еді. Мен солай қойған едім кестемге. Одан кейін мен кітаптарды алып оқи бастадым. 8-ді, 7-ні, 8-ші сыныптан бастап химияны алдым, биологияны алдым. Одан кейін тарихтың кітаптарын алдым. Ал математикалық сауаттылықпен оқу сауаттылығынан мен онша қатты дайындалған жоқ едім. Оқу сауаттылығына басында мен нелерден пробный дейді ғой, пробныйлардан оқу сауаттылығынан онша қатты жоғары баға алған жоқ едім. 15, 16, 14 солай алатын едім. Енді былай келе мен соңғы тестте жақсы бала алдым. Оқу сауаттылығы негізінен оңай. Сен тек зейініңді қойып оқи білсең, жақсы түсініп оқысаң ғана сен жақсы бала аласың. Сонда ғана саған оқу сауаттылығы қиындық туғызбайды. Ал математикалық сауаттылыққа келетін болсақ, математикалық сауаттылықта мен пробныйларда жоғары баға алып жүрген едім, бірақ негізгі тестте мен аз баға алып қалдым. Оның барлығы кінә өзімнен. Мен деген соңғы айда, яғни мамырда Абылай ағайдың сабағына қатысқан едім. Математикалық сауаттылықтан 5 сабақтан тұрған еді, және сағатына деппін ғой, уақытты 2-3 сағаттық уақытта алатын еді ағайдың сабағы. Сол неше түрлі формулаларды көрсететін еді. Сол формула болғанда сол логикалық есептерді шешуге арналған формулаларды көрсететін еді. Мен бірақ онша қатты зейінім ауа қойған жоқ. Мен кейбір сабақтарды өткіздім, қатысқан жоқпын. Қайталап қарағанның өзінде де онша қатты менде ынта болған жоқ. Себебі менде деген больницаға жатып шыққаннан кейін маған өзімнің қалпына келу қиын болды. Тіпті жазудың өзі қиын болды. Мен өзімді күштеп оқытқыздым, оқу керек деп. Бірақ математика сауаттылықты сол уақытында түсінсем, одан кейін ұмытып қалдым. Сөйтіп кінә өзімнен болды. Егер жақсы қарасаң, оқысаң, саған қиындық туғызбайды. Математикалық сауаттылық. Одан кейін бізде Қазақстан тарихы. Қазақстан тарихында сен жалпы сыныптарды жақсы оқып түсініп алдың қажет. Мен тек 6-7 сыныпты ғана оқыған едім. 8-ді бастайын деп не істеп жатқанда менде ауырып қалған едім. Одан кейін менде бастауға уақыт болған жоқ. Мен тек анкидроидпен арасында ғана қарап жүрген едім. Бұлай пробныйларда сұрақтар қайталанып келе берді. Сондықтан маған тарих қатты қиындық туғызбайды деп ойладым. Бірақ соңғы тестте де солай болды. Одан кейін биология. Биология маған қиындық туғызған жоқ. Өйткені мен биологияны сүйіп оқығандықтан сұрақтары оңай болды. Ол үшін мен дайындалғанда кітаптарды оқыған едім. Тек маңызды мысалға 9-10, 11 сыныптың кезіндегі
жасушаның құрылысы, соның ішіндегі АТФ, ДНК соларды жақсы оқыған едім. Және пайдасы тиді. Одан кейін химияда менде химия онша көңілімді көншіткен жоқ. Себебі химияда мен онша ұнатпағасын, дұрыс білмейтін едім. Химияның есептерін, кейбір есептерін шығара алмайтын едім, күрделі есептерін. Мен тек пропорция арқылы жылдам таба алатын есептерді шығарып үйренген едім. Және олар пайдасы болды. Және химияның мен тек 8-ші сыныбын және 9-ші сыныбының бас жағын ғана оқып үлгерген едім. Енді айтарым, егер дайындалатын болсаң, сен барлық пәнді жақсы оқып түсініп алуың қажет. Және қайталап оқыған дұрыс. Қайталау керек. Қайталап өтпасаң, сен барлығын ұмытып қаласың. Мен мысалға ауырып шыққаннан кейін көп нәрсені қайталаған жоқпын. Жаман өзіме жынданып жүрдім. Себебі мен ешқандай пәнге дайындалып жатқан жоқ едім. 1 ай, 2 айдай уақытым кетті жалпы айтқанда. Осы кесірінен. Одан кейін қай жерге келдік? Химиядан да кітап оқу керек. Жалпы барлық пәннен, қандай болса да пәннен дайындалған дұрыс, және дәптер арнаған дұрыс. Мен дәптер арнадым. Әр пәннен бір дәптерден. Маңызды 3 пәннен дәптер арнадым. Математикаға сауаттылықпен оқу сауаттылығын дәптер арнаған жоқпын. Қалған 3 пәннен дәптер арнадым. Және соған маңызды нәрселерді жазып отырдым, түртіп отырдым. Қызылмен сызып жазып отырдым. Және айтарым, сен дайындықты ертерек бастағаның дұрыс, және қайталап отқаның дұрыс деп ойлаймын. Мен сендерге бір страницаны айтайын. ВКонтактедегі бір баланың Ербол Байғараев деген. Байғараев. Сол баланың страницасына кіріп көріңдер. Өйткені ол бала менен де жоғары нәтижеге жеткен едім. Және оның дайындығы менікінен де жоғары болған. Өздерің кіріп, астына жазған посттарының астына қарай түсіп, қарасаңдар, өздерің ақ көресіңдер, табасыңдар. Оның қалай дайындалғанын және одан кеткен қателіктер жайлы. Жалпы солай. Мен осылай дайындалдым. Және мен ойымша дайындығымның нашарлығы, кемшілігі уақытты жоғалтып алдым. Көп уақытты жоғалтып, және неғұрлым ертерек бастағым дұрыс. Және кітаптарды толық қайталаған жоқпын. Және күніне аз уақыт дайындалдым. Дұрыс қайталамадым. Осының барлығы менің кемшіліктерім еді. Осы ОБТ-ға дайындалғандағы кемшіліктерім еді. Одан кейін айтайын, ОБТ қалай болды? ОБТ-ға кіресің. Басында енді қорқыныш болады. ОБТ-ға қалған 2-3 күндердің аралығында жаман бір түрлі болып жүресің. Бір түрлі неше түрлі ойлар келеді. Егер мен өтпей қалсам ше, егер бұлай болып қалса ше, егер мен дайындалмаған сұрақтар келсе ше, бұлай болса ше, қаншама ойлар жүреді. Сол кезде саған көмек бере алатын сенің ата-анаң. Сенің ата-анаң саған неше түрлі мотивациялық сөздер айтып, қолдау көрсететін жалғыз ата-анаң. Және достардың арасында да көп оқушылар кәдімгідей қорқып сасып жүреді. Бірақ сен нағыз ОБТ-ға келгенде ондай қатты қорқыныш болған жоқ. Мен кіргенде де кәдімгідей спокойно дейді, сабырлы түрде кірдім. Сұрақтар, кітапшалар таратты. Және апайдан қорқудың қажеті жоқ. Суыңды басында алып қояды, бірақ келгеннен кейін береді, су береді ол. Сұрақтары енді қалай айтсам болады. Мен үшін онша қатты қиын да емес. Бірақ сұрақтардың барлығы десем де болады, бірақ қалай болады. 80-90% мен көрмеген сұрақтар еді. Мен дайындалғанда тек не бойынша дайындалған едім. Соңғы ауырып шыққаннан кейін тек кітапшаларда шыққан нұсқалар бойынша дайындалған едім. Бірақ бұл онша қатты нәтиже бере қойған жоқ. Сұрақтардың ішінде маған пәндердің ішінде оңай болғаны оқу сауаттылығы өте оңай болды. Онша қатты қиындық туғызған жоқ. Одан кейін мен оқу сауаттылығынан 18 балл, 20 баллдың ішінен 18 баллды жинап шықтым. 2 сұрақ
менің ойымша бір былай ойланып қарасам, мына кейбір сұрақ өзіме қиындық туып жүрген сұрақтардан кеткен. Ол мысалға мынандай сұрақтар болады. Бір мысалы мәтін берілсе, бірінші мәтіннің бірінші азат жолдың екінші азат жолға қатысы қандай деген баяндайды, дәлелдейді, қорытындылайды деген сияқты осындай сұрақтардан қате кетті деп ойлаймын. Одан кейін математикалық сауаттылық маған қиындау болды. Себебі мен ағайдың сабағында дұрыс қатысқанның өзінде мен дұрыс назар аударған жоқ едім. Бірақ мен сендер қатысыңдар деп айтамын. Себебі қатысқан дұрыс, пайдасы зор. Сен қатысатын болсаң, барлық зейініңді сол ағайдың сабағына аударғаның жөн. Менде мысалға айтып отқандай, мен сабақтарды өткізіп алдым, 2-3 сабағына қатысқан жоқпын, қайталап қарағанның өзінде де менде онша қатты зейінім ауған жоқ. Бірақ тестте математика сауаттылықта сол барлығы ағайдың үйреткен нәрселері келді. Мен бірақ 15 балды ғана жинай алдым 20 балдың ішінен. Солай. Осылай қиын. Өзіме 10 балл ұнаған жоқ. Өзіме болды қателік. Одан кейінгі Қазақстан тарихынан мен 20 балдың ішінен 18 балл жинадым. Және бұда да пробныйдағы келген сұрақтар көп келген жоқ. Одан кейінгі биологиядан мен 33 балл жинадым. Өйткені биология оңай болды. Мен ойлағандай болды, өте оңай. Одан кейінгі химиядан мен 26 балл жинадым. Есептер көп келді. Мен кейбір есептерді дұрыс шығара алмадым. Міне осылай мен барлығы 110 балл жинадым 140 балдың ішінен. Енді балл мен үшін онша. Енді өзім осы жинаған 110 балл мен үшін өте аз. Өйткені мен минимум ең кемінде 110 балл аламын деп шыққан едім. Сосын жауаптар шыға келе мен 5-6 сұрақты өзім қате жіберіппін. Яғни белгілеуден қате белгілеппін. Біліп тұрған сұрағымды басқасына белгілеп жіберіппін. Солай 5-6 сұрақты қате белгілеген екен. Негізінен мен үшін жақсы балл, енді 115-тен жоғары, 120-дан жоғары балдар деп ойлаған едім. Енді бұйырған 110 болды. Енді грант бар деп есептейді көбісі, грант болу керек. Енді мен болашақта түсетін оқу орным бұл Ақтөбедегі Марат Оспанов атындағы медакадемияға түспекпін, бұйырса. Енді не айтпақпын? Осы келесі жас түлектерге 2018-2019 келесі мектеп бітіруші оқушыларға айтарым. Тестке дайындалатын болсаңдар, мұқият болған дұрыс, және жауапкершілік мол болу қажет. Ешқашанда ертең істеймін, бүгін демаламын, бүгін шаршап тұрмын деген нәрсені жою керек. Өзіңді соған итермелеу қажет. Және өзіне адам сенімді болу керек. Көбісі нағыз тестте қорқады, дірілдейді, бірақ ол барлық адамның өзіне байланысты. Егер сен аламын, барлығы ойлағандай болады десең, барлығы сен ойлағандай болады. Және менің ойымша тест кітапшалары, пробныйда келген тест кітапшалары арқылы дайындалудың қажеті жоқ. Себебі мен солай дайындалған едім, айтып отқандай көп сұрақ, жаңадан келген сұрақтар. Сондықтан олай болған жағдайда сен қатты қиналасың. Көбінесе шығарылу жолдарын, сол нәрсенің берілген сұрақтардың, есептердің шығарылу жолдарын, қалай шықты, бұл неге бұлай болды, соларын біліп алуың қажет. Және сендерге тағы да бір айтар кеңесім, осы ОБТ академиясы деген ВКонтактегі группаға кіріп, аз сұрақтарын қарап оқысаңдар, ішінде түрлі мен сияқты меніңді жоғары балға ие болған оқушылардың айтқан сендерге ақылдары, кеңестері туралы бар. Соларды оқып шықсаңдар деймін. Ол да өте пайдалы. Және Ербол Байғараев деген жігіттің страницасына кірсеңдер деймін. Астыға сілтемеге қойып қоям. Соған кіріп, сендер оқып шығыңдар. Өйткені ол балдар менен де жоғары көп балл жинаған. Сондықтан олардың ақылдарын көбірек тыңдасаңдар, сендер 110-нан да жоғары балл ала аласыңдар. Міне осымен ОБТ туралы айтатын нәрсем осы. Барлықтарыңа сәттілік. Алдағы болашақта жақсы оқыңдар, сабақтарың 5 болсын, экзамендерден де, бұл тесттен де барлығы өтеді кетеді, бір күнде болатын да шығады. Байқамай қаласың, басында бір өтпейтін уақытта тездетіп келсе екен дейсің, соңында бәрі өтіп кетеді.
бәрі қалады. Егер аз балл алған болсаң, бұған оңай ма, өмір онымен бітіп қалмайды, әрі қарай жалғасады. Тек барлығы өзіңе байланысты. Бұл кішкентай ғана сынақ, сенің грантқа түсуің, түспеуің осыған байланысты болады. Сонымен барлықтарыңа сәттілік. Пока.